Рақымдылық жаршысы пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, төсекке бас қоярда бисмилляны айтып барып, есікті жабу керектігін ескерткен. Өйткені шайтан бисмиллямен жабылған есікті аша алмайды. Бұдан бөлек, тақтаймен болса да бисмилля айтып су немесе тағам салынған ыдыстардың бетін жабуды ұсынған. Тақтай дегеніміз кез келген бір зат. Ағаш болсын, қазіргі уақыттар енді ондай заттар көп қой. Соның барлығы меңзеледі. Бұл жайында ғалым Ибн Хаджар бір тақтаймен болса да ыдыстың беті жабылуы керектігін былай деп түсіндірген. Меніңше, бұндағы сыр сол тақтаймен жабарда айтылатын бисмилля сөзіне жатыр. Бетінің тақтаймен жабылуы сол мезетте бисмилля деп айтылғандығының белгісі. Беті жабық болғаннан осыны түсінген шайтандар әлгі ыдысқа жыламайтын болады деген екен. Және басқа да бір хадисте жылына бір түн бар. Сол түнде оба жауады. Егер беті ашық тағам немесе су ыдысына дәл келсе, әлгі оба міндетті түрде оған да жұғады деген. Яғни бұл жерде оба ауруы айтылып жатыр. Кімде-кім осы оба ауруы жауған түні жаңа ашық қалған ыдыстың ішіндегі затты ішетін немесе жейтін болса, ол адамда сол оба ауруымен ауырады дегенді айтып жатыр. Және бұл түннің қай түн екендігінің айтылмауы ыдыс беттерін барлық түндерде жауып жүруге мән беру керектігін білдіреді. Бұған қоса беті ашық ыдысқа сәт сайын көзге көрмейтін шаң мен микробтардың түсетінді күмәнсіз емес пе? Сол себепті де әр уақытта да ашық тұрған ыдыстың бетін жауып жүріңіздер. Сонымен қатар пайғамбарымыз үмбетіне дәрет алып барып төсекке жатуға кеңес берген. Әрі дәрет алғаннан кейін жастығына бас қойып, ұйқысы келгенге дейін Алланы зікір еткен адам түннің қай уақытында оянып, Алладан дүние мен ақырет жақсылығына қатысты не сұраса да, сол тілегені міндетті түрде беріледі деген. Бұдан бөлек, жатар кезде намаз үшін дәрет алғаныңдай дәрет ал. Содан кейін оң жақ бүйіріңмен жат және былай де: Алла тағалам, өзімді саған тәсілім еттім, істерімді өзіңе аманаттадым, өзіңе үміт артып, әрі қорқа отырып, өзіңе арқа сүйдім. Өзіңнен алыстасам да, қайта өзіңді пана тұтамын. Аллам, түсірген кітабыңа және жіберген нәбиіңе иман еттім. Егер сол түні өліп кетсең, иманмен өлген боласың. Ұйықтар алдында айтқан соңғы сөздерің осылар болсын деген екен. Және де Расулулла жатпай тұрып Құран кәрімнен кейбір аят пен сүрелерді оқитын. Оның ішінде Бақара сүресі, Аятул Курси, Ясин, Сәжде, Мүлік және Кафирун сүрелері бар. Алла елшісі жамандықтардың алдын алу үшін кейбір сақтық шараларында жасаған. Жатын орынға бір қарап, қандай да бір зиянды жәндіктердің бар жоғын бақылауды бұйырған. Және сонымен қатар әлде бірің төсекке жатарда киімнің бір шетімен төсегін сілкісін деген. Өйткені өзі тұрып кеткеннен кейін төсегіне қандай зиянкестің кіргенін біле алмайды деп ескерткен. Осы жердегі зиянкес сөзінің мағынасы ол тек қана жәндіктер ғана емес, сонымен қатар жын шайтандарды да меңзейді. Сол себепті ұйықтар алдында төсекті бір сілкіп тазалаған дұрыс. Алла тағала баршамызды түрлі зиянкестерден, түрлі дерттерден сақтап, фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Амин.